Баршаңызға сәлем, құрметті көрермендер. Менің каналыма қош келдіңіздер. Видеоны соңына дейін көріп, маған тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен бірге отбасылық деп аталатын сондай дәмді салат жасаймын. Бізге керегі тауықтың еті, жұмыртқа, консервіленген жүгері, қияр және аскөк. Осы құрамның бәрін ұзыншақтап турап аламыз. Тауықтың етін қалауларыңызша төс еті немесе сан еті осылай алсаңыздар болады. Мен қолда барын турап жатырмын. Бұл салатты мен отбасылық деп айтамын. Өйткені бұны отбасымызбен жиі істеп жейміз. Әркез осылай істеп жесеңіздер, өте тойымды және қарапайым, ешқандай қиындығы жоқ. Қыстық салат деп айтуға да болады бұны. Біз жазда енді көкөністер пісіп атқандықтан жеңіл-желпі салаттар жейтін болсақ, қыста осындай етпен, жұмыртқамен жеген салаттар тойымды болады. Сондай дәмді салат болып шығады. Осылай ұзыншақтап турап аламыз етіміздің бәрін. Және барлық құрамын осылай ұзыншақтап тураймыз. Енді қиярымызды да осылай ұзыншақтап турайық. Мен қиярдың қабығын аршып тастадым. Қанша дегенмен теплицаның қияры сырты қаттылау. Сол үшін осылай аршып, балғындау болып тұрсын деп. Бадыранды қалауларыңызша 2-3 қоссаңыздар болады. Мен 3 бадыран алдым. Себебі осындай балғын бадыранның иісі сондай керемет болып тұрады. Және бадыранды жақсы көреміз өзіміз. Салаттың дәмін кіргізіп тұрады бадыран. Осылай бәрін турап алып, енді жұмыртқамызды да солай ұзыншақтап турайық. 4 жұмыртқамызды осылай ұзыншақтап тураймыз. Сөйтіп бәрін еттің үстіне саламыз. Енді жүгерімізді салайық. Жүгерінің суын төгіп тастау керек. Әйтпесе майонез қосқанда ши сулы болып кетеді. Аскөгімізді тураймыз майдалап. Тек қана жапырақтарын алып, аскөктің осылай майдалап тураймыз. Ішінде кішкене сабақтары кездессе алып тастайық. Өйткені тіске қатқылдау болып тиюі мүмкін. Қалғанын осылай майдалап тураймыз. Бәрін ыдысымызға салып, майонезімізді құйып, жақсылап араластырамыз. Тұздаймыз. Тұзы татымды болсын десеңіздер, кішкене көбірек қосыңыздар. Мен жарты шай қасық қостым.
Бадыран мен жұмыртқа бірге қосылғандықтан кішкене тұзы татымдылау болса да дәмді көрінеді. Мінекей тағы аздап қосайық майонез. Міне біздің қыстық салатымыз дайын. Бір араластырып жіберіп, тарелкамызға саламыз. Сондай дәмді, тойымды, жасалу жолы да оп-оңай. Міне біздің қыстық жанұялық салатымыз да дайын. Сіздерге ас болсын. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін көп рахмет. Менің келесі видеомда жолыққанша сау болыңыздар.